Бақытты жанның 7 құпиясы. Бірінші, еркіндік құпиясы. Өзгелер мен туралы не ойлайды деген ой ешқашан мазаламасын. Сіз туралы өзгелердің не ойлайтыны маңызды емес. Өйткені әркім өзінше ой түйеді. Әркім өзінше қабылдайды, ал олардың барлығына бірдей ұнау мүмкін емес. Екінші, шындық құпиясы. Біздің кез келген ойымыз міндетті түрде орындалады. Иә, әрдайым жақсы ойларды ойлауға тырысыңыз. Сіздің әрбір айтқан сөзіңіз ертеңіңізді қалыптастырады. Ойыңызды көңілді сәттермен, жағымды жоспарлармен толтырыңыз. Үшінші, сұлулық құпиясы. Бақытты адамның ең басты құпиясы өзіңізді жақсы көріңіз. Өзіңізді бар болмысыңызбен қабылдап үйреніңіз. Әр адам ең алдымен өзін жақсы көретін болса, өзгелерге де тартымды болмақ. Төртінші, достық құпиясы. Өзіңізді және өзгелерді жазғырмаңыз. Айналаңыздағы адамдардың басында не жағдай болғанын білместен, олардың сыртынан тон пішуге әуестенбеңіз. Әрдайым көмек қолын созуға, қиын сәттерде жақындарыңыздың жанынан табылуға тырысыңыз. 5. Махаббат құпиясы. Өзгелерді де сүйіп үйреніңіз. Айналаңызға сүйіспеншілік сыйлаңыз. Ең басты қағида сүйіктіңізді өзгертуге тырыспаңыз. Өйткені әркім өзінше өмір сүруге құқылы. 6. Байлық құпиясы. Бақытты болу үшін бай болу да маңызды. Ал бай болу үшін өзіңіздегі дүниені өзгелермен бөлісе біліңіз. Алу үшін алдымен беріп үйренуіңіз қажет. Беру деген бұл тек ақшалай, материалды құндылықтарды беру емес, ол өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісу және де сүю, махаббат сыйлай білу. 7. Бақыт құпиясы. Басқалар үшін ешқашан шешім шығармаңыз. Өмірді көбірек сүйіңіз және қуаныңыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.